Хакка, мен зейнетке шығамын, енді қанша өмір сүретінімді білмеймін, бірақ қалған уақытымды тыныштықта өткізгім келеді. Сондықтан мына бизнесті сен қолыңа ал. Менің айтқанымды істесең, қызыңа әке де боласың. Біраз жылдан соң бауырымның орнын басасың дейді. Сол кезде Игітке Эмир хабарласып, Элифті ұрлап кеткенін айтады. Игіт бұл Хаккінің ісі екенін түсініп, саған не керек дейді. Хакка, сенің бауырыңның қолында мені өмір бойға түрмеге жабалатындай дәлел бар дейді. Егіт, мен Эмирдің сол дәлелдерді саған беру үшін бәрін жасаймын. Ал сен қазір Элифті босат дейді. Хакы, бәрі сен ойлағандай оңай болса ғой. Прокурор бауырың тірі тұрғанда мен зейнетке оңайлықпен кете алмаймын. Сондықтан дәлелдермен бірге сен бауырыңды да менің қолыма тапсыруың керексің дейді. Амалы қалмаған Егіт Хакінің қойған шартына келіседі. Егіт Эмирге келіп, Хакки Элифтің орнына дәлелдермен сені сұрап отыр. Ол сені өлтірмек. Сен маған дәлелдерді бер. Сосын Күбраны алып, бұл жерден кетіңдер. Ал мен дәлелдерді алып, Элифті босатып аламын дейді. Эмир Игіттің айтқанына келіспей, өзі баратынын айтады. Солай Күбрамен қоштасып, екеуі жолға шығады. Жолда Эмир, егер менімен бірдеңе болатын болса, Күбра мен ұлым саған аманат дейді. Сол уақытта Күбраның жағдайы нашарлап, ауруханаға жеткізеді. Дәрігерлер Күбраны мерзімінен бұрын босандырып алуымыз керек деп, ота жасатуға алып кетеді. Келісілген уақытта Егіт дәлелдермен қоса Эмирді ертіп келеді де, дәлелдерді беріп Хакке, егер Эмирді өлтіретін болсаң, өз басыңа бәле тауып алғаның деп біл дейді. Хакке, қызыңды ал да кет, ал Эмир осында бізбен қалады дейді. Егіт, сен мені не отбасыңды таңда деп едің ғой деп, отбасын таңдағанын көрсетіп, Хакінің басына қару тақайды да Эмирге Элифті алып кет дейді. Эмир Элифті алып, көліктеріне отырғызып, Игіттің жанына келеді. Игіт оған кет деп тұрған сәтте Хаккі пайдаланып, Игіттің аяғына пышақ тығып алып, қаша жөнеледі. Игіт сол сәтте Хаккіні атып өлтіреді. Арғы беттен Хаккінің адамдары оқ ата бастайды. Атыс басталып кетеді. Игіт жараланады. Игіт өлім сәтінің жеткенін түсініп, қызымен бауырымен қоштасады. Сол уақытта Күбра аман-есен ұлын дүниеге әкеледі. Эмир Элифті ертіп перзентханаға әкеліп, анасымен қауыштырады. Күбраға, достарына Егіттің қайтыс болғанын жеткізеді. Бәрі қайғыдан қан жұтады. Күбра, сен бүгін ағаңды жоғалттың, сол күні балаң туылды, ұлымыздың есімін Егіт қояйық дейді. Солай Эмир ағасы Егітпен бірге тамыры тереңге созылған мафияны құрықтайды. Бірақ соңында прокурорлық жұмыстан кететінін айтып, арызын жазады. Күбра екеуі заттарын жинап, Егіттің денесімен туған жері Айбалыққа қайтады. Егіттің өтініші бойынша оны туған жері Айбалықта жер қойнауына тапсырады. Сосын Егіттің өсиеті бойынша қызы Элифтің 18 жасында Элифке жазған хатын табыстайды. Және Элифке туған әкесі Егіт екенін айтады. Қызы әкесінің басына келіп, оны мақтан тұтатынын айтады. Эмир Күбрамен бірге, қызы Элифпен, ұлы Егітпен бірге Айбалықта ықтайды. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қолдау білдіріп, лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Алдын ала рахмет. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Қолдау білдіріп, лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Алдын ала рахмет.